Қазақ халқы ана туралы былай деген: ана бір қолмен бесікті тербетсе, бір қолмен әлем тербетеді деген. Осыншалықты ананы қазақ халқымыз өте жоғары құрметтеп, ерекше орын берген. Құрметті ағайын, бүгін бізде Иман нұры бағдарламасы. Бүгінгі эфиріміздің қонағы Ақтөбе қалалық мешіттің жанындағы әйелдер сауат ашу орталығының жетекшісі Қожахметова Талшын Зарқынқызы. Талшын Зарқынқызы, студиямызға қош келдіңіз. Енді жалпы мынау сіздің жаңа жасап жатқан жұмыстарыңызды барлығын естіп жатырмыз. Ақтөбе қалалық мешіт жанында әйелдерге арналған сауат ашу орталығы ашылған екен. Өткен жылдан бері жұмыс жасап жатыр. Сол орталықта өзіңіз жетекшілік, меңгерушілік қызметтесіз. Жалпы алдымен әңгімеміздің біріншісі сұрағымыз осы орталықтың қызметі қандай сипатта жұмыс көріп жатыр? Сол туралы аз кем ақпарат берсеңіз. Армысыз, үлкен рахмет. Біздің орталық қараша айында 2016 жылы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ұйғарымымен Ақтөбе облысының өкіл имамы Төлеби Оспан мырзаның қолдауымен осы жарық көрді, есік ашылып, сол Ақтөбе өңіріндегі қыз-келіншектерге бір орда болсын деп, діни тәлім алатын орда болсын деп, сондай ниетпен ашылып, күні бүгінге дейін жұмысын атқарып жатыр. Осы орталықтың күні бүгінге дейін 150-ге жуық әйелдер қатары сабақтар алды. Енді бұл орталықтың ерекшелігі, біз алдында да көп осы бағдарламаларда айтып кеттік, ерекшелігі, яғни орталықта дәстүр үйі деген бұрыш ашылған. Сол дәстүр үйінде өзіміздің қазақы салт дәстүрімізді шариғатпен қоса бірге үйретіп жатырмыз қыз-келіншектерге. Сол енді осы күнге дейін жақсы бір оң нәтижесін беріп жатыр. Асыл әжелер мектебі ашылды, аяулы аналар, ардақты енелер, салихалы келіндер мен инабатты бойжеткендер мектептерін ашып, сол мектептер арқылы осы әйел жамағатымен жұмыс атқарып жатырмыз. Енді келешекте де әлі жоспарлаған ойларымыз өте көп. Осы мектептердің жетекшілері, осы өңірдің өзіміздің әйел ұстаздары, солар жетекшілік атқарып жатыр. Сол әрқайсысы өзінің осы мектепті ары қарай дамытайық деген идеяларын қосып жатыр. Қазақы салт дәстүрімізді жаңғыртайық деп, сондай бір енді еңбектерін көрсетіп, күні бүгінге дейін қаншама іс-шаралар өткіздік. Сол бұл енді өте қуанарлық жайт. Себебі сол өзіміздің ата-бабамыздан мұра болып қалған салт дәстүрімізді қайтадан жаңғыру арқылы іс-шаралармен өткізіп, сол мысалы асыл әжелер мектебінің әжелеріміз жиналып, бөпені бесікке бөлеу деген сияқты салт, жәнегі бөпенің тұсауын кесу деген сияқты, сол сияқты көптеген рәсімдерді әдемі тұрғыда іс-шаралармен көрсетті. Сол жиналған қауым, жәнегі әйелдер, содан бір жақсы бір әсер алды. Келешекте де енді бұл салтымызды күнделікті өмірімізге енгізетіндей қылып, сондай енді қол ұшын береміз деген жәнегі ниеттерін айтып, сол әйелдеріміз сол осындай шаралардан көптеген үлгі насихат алып жатыр. Енді қазірдің өзінде де, біз айтқанда, мен өз басым районды жерлерді аралап, тек қана Ақтөбе қаласында білімімізді беріп жатқан жоқпыз. Яғни осы Ақтөбе облысындағы районды жерлерді аралап, сол жердегі намазхан әйелдермен танысып, оларға да қазір бір кішкене қолайсыз жағдай болып тұр. Яғни көп жерлерде әйел ұстаздары жеткіліксіз. Сол енді барған жерде де әйелдер сол өз нелерін, ұсыныстарын айтып жатыр, біздерге де әйел ұстаздар болса екен деп. Енді 10 жыл бұрын әйелдер ұстаздар қатары өте аз болған. Қазір міне осы 10 жылдың ішінде көптеген қыз балаларымыз оқып келіп, қазір міне қатары ұстаздар көбейіп жатыр. Ол да бір қуанарлық жағдай. Енді ойлаймын, келешекте тағы бір 10 жылда керісінше осы Ақтөбе және облысы бойынша бүкіл елді мекендерге әйел ұстаздары қатары қосады деп ниет қылып жатырмыз. Сол себептен ол әйелдерге барғанда, қазіргі күнде өзім сол райондарға барып семинар тренингтер өткізіп жатырмын. Ол тренингта жәнегі зайырлы қоғамдағы діндар әйел қандай болу керек, сол тақырыпта, сосын жалпы әйел адамның отбасындағы рөлі, қазақы аналар қандай болу керек, салт дәстүрімізді дәріптейік деген сондай ниетте осындай тақырыптарды қозғап жатырмыз. Сол енді семинар тренингтер өте
жақсы қабылданып жатыр әйел жамағатында. Бәрі дән ризалықтарын білдіріп жатыр. Және де қазір енді қоғамымыз өте дамығаннан кейін, бізде білесіз, интернет саласы қазір дамып тұр. Сол әдейілеп барып сабақ бере алмасақ та, WhatsApp топтарын аштық интернет желісінде. Сол топтарға әйел адамдарды кіргізіп, қазіргі күні 89 әйел сол желіде тұр. Солармен де күнделікті Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан бекітілген уағыз насихаттар жібереміз, видеороликтар. Жалпы мұсылман әйел қандай болу керек, қазақы аналарымыз қандай болған, бала тәрбиесі, үйдегі отағасын қалай сыйлау керек деген сияқты тақырыптарға байланысты уағыз насихаттар жіберіп отырмын. Оған да енді сол әйелдеріміз өте разылықтарын айтып жатыр. Енді осы атқару жұмыстарымыз әлі де көп деп айта алмаймыз. Бірақ ары қарай да шамамыз жеткенше өзімізді білімімізді арттырып, яғни көптеген ары қарай бір нәтижелі білім беруге тырысамыз деген ниетте отырмыз. Енді рахмет, осыншалықты үлкен ауқымды шаралар жүргізіп жатыр екенсіздер. Жалпы жаңа өзіңіз айтып кеткеніңіздей, біздің облыста дін саласындағы ұстаз әйел адамдардың жетіспеушілігі ол қазір сезілуде, барлық жағдайда да. Дей тұрғанмен де осы орталыққа қайтып оралайықшы. Сол орталықта қанша әйел ұстаздар жұмыс жасап жатыр, және олар қаншалықты деңгейде қамтып ала алып жатыр осы жаңағы ілімге ден қоюшы әйел кісілер, діннен жастар шығар келіп жатқан. Олардың қабылдауы қалай, және олармен байланыс, енді жаңа семинар, тренинг деп жатырсыз ғой. Жалпы олардың қызығушылықтары қандай? Енді әйел адамның қызығушылығы өте жоғары деңгейде деп айта аламыз. Себебі осы орталыққа келіп жатқан әйелдердің көбінде байқаймыз. Біздің және орталықта айта кеткендей салт дәстүр үйретіліп жатқаннан кейін қызығушылық қазір керісінше көбейіп жатыр. Өйткені өзіміздің тек қана шариғатпен қоса, және салт дәстүрді үйренгісі келетін қатарлар. Діни бағытта ғана ақпарат беру емес, өзіміздің салтымыз, ғұрпымыз деген секілді қосарланып ол да үйреніп жатыр. Соған сол салада және де қыз балаларымыз, қыз келіншектеріміз өте көп келіп жатқан орталыққа. Енді бұл орталықта қазір күні бүгінге дейін 4 ұстаз сабақ беріп жатыр. Ол енді ұстаздарымыз өте білікті мамандар, өз діни білімді жоғары деңгейде алған ұстаздар. Сол алғашында айтқанда 150-ге жоқ әйел адам білім алды дегендей, сол 4 ұстазға бөлініп әрқайсысы келіп алып отырады. Енді қазір орталықта 6 күн сабақ берілсе қатарынан, сол әр әйел адам өзінің айтқанда жұмыс кестесі бар дегендей, немесе оқу кестесі бар, соған ыңғайлы уақытты өздері таңдап алады, қай ұстазды қалайды, соған барып өздері білім алып жатыр. Енді осы мамыр айында бізде орталықта алғаш рет емтихан болды. Былтырдан сабақ жатқан әйелдеріміз сол өз білімдерін деңгейін көрсету үшін және емтихан тапсырды. Содан бәрі жақсы бағада өтті. Енді ара қарайда осы қыркүйек айынан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бекіткен оқу жоспары бар. Сол бойынша енді әйел адамдар сол қызығушылықтарын көрсетіп жатыр. Қайтадан сол қыркүйек айынан бастап тағы да келіп оқимыз дегендей ниеттерін білдіртіп жатыр. Сол үшін енді бұның барлығы біздер үшін өте бір қуаныш. Себебі әйелдеріміздің қатары сол білім алайын деген ниетпен отырғаннан кейін, енді біздер қалай олардың нелерін, ынталарын қалай түсіреміз, керісінше біз оларға қол ұшын береміз, демейміз. Ары қарай сол салихалы әйел қандай болу керек деген ниетте сол шамамыз жеткенше тәлім тәрбиемізді беруге тырысамыз. Түсінікті. Енді жаңа айтып жатсыз.